Мәдени жаңалықтарға қарай ойыссақ, өнер жол адамды шыңдайтын, жүректі тәрбиелейтін қастерлі жол. Сол жолда өзіндік қолтаңбасы бар, сахна мен телеарнада көп шәкірт тәрбиелеген Қазақстанның халық артисі, ардагер журналист Асқарбек Сейілхан 75 жаста. Осыған орай бүгін Шоқан Уәлиханов кітапханасында шығармашылық кеш өтті. Кешке өнер иесінің әріптестері, журналистер мен шәкірттері және студенттер қатысты. Басқосуда Асқарбек Сейілханның өмірі жайлы арнайы бейнефильм көрсетілді. Ал театрдағы шәкірттері сахналық көріністер қойып, жүрек жарды тілегін білдірді. Асекеңнің жатса тұрса жанын жеп, айналдырып 550 жылдарға ертіп келген ердің ері Жәнібек. Мен Асқарбек ағайдың шәкіртімін. Ол кісі біздің сонау студент шағымызда бізге сабақ беруге келген. Бізге актер шеберлігінен берді ол кісі. Жылы 4-ші курсымызда Асқарбек ағай бізге Сұлтанәлі Балғабаевтың қыз жиырмаға толғанда деген спектаклін қойды. Сол спектакль театрға барып ойнадық. Көрермен жақсы қабылдады. Сол спектакльді қойып болғаннан кейін, бір айдан кейін біз студентпіз. Бізді сол спектакльде ойнаған жас студенттерді театр жұмысқа шақырды. Асқарбек Сейілхан театрдағы өнері мен телеарнадағы шығармашылығы бір арнаға тоғыстырған өнер адамы. Екі саланы да жақсы меңгерген ел ағасының еңбегі бүгінде халық арасында жоғары бағаланып, тиісті бағасын алған. Өзінің өнер жолында ол Асекең киноға да түсті. Яғни кино көрермендеріне де жақсы таныс. Жалпы енді Асекеңнің өнердегі бағасын халық беріп қойған. Асекеңнің тағы бір ерекшелігі екі арнаны телемген деген сияқты театрда және телеарнада телемген, екі арнада, екі салада да жұмыс істеген және де екі саланың да құрметіне бөленген өзі бір керемет өнер иесі. Кездесуде өнер иесі мен жастар арасында сұхбат өткізілді. Білімгерлер Асқарбек Сейілханның еңбек жолындағы әрбір жетістігіне тоқталып, көкейдегі сұрақтарын қойды. Осылайша бұл шара жастарға тағылымы мол кеш ретінде есте қалды. Гүлзат Сейдуллақызы, Ермек Кеншімбек, Айқын ақпарат.